Теңіздей тылсымына тартқан үнсіз, тулаған телегейлі шақтарымсыз. Толқынды жасырғым кеп ішімдегі, жағаға сырымды айттым, түсінбеді. Самалына жүзімді аймалатып, теңізге құлақ түрдім, қайда бақыт. Шағаласы мен сүйген көккем сынып, айдынында күрсінді мұң түршілік. Толқынын аңсар құшқан ұғын алмай, телегей айтқызбас сыры бардай, тереңінде сыр жатқан буырқанып, теңізге тағы үңілдім бүгін барып. Шындығының шырайы көмкерілген, теңіз жатты, жанары төңкерілген. Қарашықта мөлт еткен сағынышы, теңізде де тағдыры бар, ұғындым мен. 2017 жылы біз Азербайжан еліне, Баку қаласына бір топ ақындар қазақ елінен аттандық халықаралық поэзия фестиваліне қатысуға. Сол сапарда жүріп, біздер әрине Каспий теңізінің жағасына барып, Хазар теңізімен сырласып, ондағы сұлулықты, теңізге тұнған сырды, теңіз жағасында шулаған шағалалардың көрінісін тамашаладық. Көп адамдар теңіздің тереңдігінен қорқады, теңізді бір тылсым күшке балайды. Алайда біздің қай-қайсымыз жанымыз тербелген мезеттерде осы теңіздің толқыны болып тербетіліп, теңізге мұң шағып, жан дүниеміздің бір астан-кестен кешкен күйдің өзін осы теңізбен астастыратынымыз анық. Сондай бір сәттерде теңізге қарап тұрып, толғаныстан туған жыр болатын. Яғни теңіздің сұлулығына қызыққандар, теңіздің көлеміне қызыққандар, теңізге өзінің мұңын шаққандар көбіне көп сол теңіздің өзінде көп адам байқай бермейтін мұң жатқанын, теңіздің толқындары жасырған қаншама шындық барын, теңіздің өн бойына тұнған бір тылсым махаббатты ұғына бермейді. Сол бір теңізбен сырласқандай болған сол күні мен теңіздің телегей айтқызбас мұңы барын, теңіздің өн бойына жасырған тағдыры барын жүрегіммен сезіндім. Яғни сол мезетте өзімде теңіздің ішкі әлеммен үндестім десем болады. Біздер кейде көп адамға айта бермейтін жан сырымызды жүрек түкпіріндегі бір терең қалтарысқа жасырып, өміріміздің өн бойында оны өлеңге арқау етеміз. Яғни теңіздің де тұнып жатқан тереңінде осы өмірдің философиясындай ащы мұң, өмірдің өзіндей іңкәрлік, өмірдің құпиясындай бір сыр жатыр. Яғни теңіздің де алыстан аңсайтын, сағынған сәттерде құша алмайтын аңсары барын, оның алысқа қанша көз тіккенмен қиырларға сол өзінің орнынан, орналасқан мекенінен табжылмайтын бір құдіреттің тұсап тұрғанын, яғни теңіздің өзі соншалықты алып, тылсым, терең бола тұра, өзінің орналасқан мекенінен алысқа ұзап кете алмайтынын ұғындым. Яғни осы төрт жұмақ қана өлеңнің жолдарында осы адамның тағдырының да теңіздей тұнған тағдыры барын, және де теңіздің де жасырған шындығы барын, және де теңіздің тағдыры адамдыкіндей ауыр болатынын жеткізгім келді. Сондай бір толқыныстан, сондай бір жанның тербиесінен туған жыр болатын бұл өлең сол Каспий сапарындай, сол Бакудегі біздің ақындардың, шайырлардың мөлт еткен әдемі бір сезімдеріндей мен үшін ыстық өлең.